Сәлеметсіңдер ме? 7-ші сынып оқушылары, бүгін біз алгебралық бөлшектерді көбейту және дәрежеге шығару және бөлу тақырыбына байланысты А деңгейінің есептерін шығарамыз. Есептерді шығармас бұрын сіздерді кейбір осы алгебралық бөлшектердің қасиеттеріне байланысты формулаларды еске түсіріп жіберейік. Бірінші қасиет: егер бізде алгебралық бөлшек, екі алгебралық бөлшек бір-бірімен көбейтіліп тұрса, онда алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейтеміз. Екінші қасиет: егер екі алгебралық бөлшек бір-біріне бөлініп тұратын болса, онда бірінші бөлшегімізді тиіспейміз, бөлудің орнына көбейтінді таңбасын қойып, ал екінші бөлшектегі алымын бөліміне, бөлімін алымына керісінше төңкеріп жібереміз. Сосын мынау бірінші формула сияқты алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейтіп жібереміз. Үшінші қасиет: егер бізде алгебралық бөлшектер бір-біріне көбейтіліп тұрған кезде, екі алгебралық бөлшектің алымдары мен бөлімдері бір-бірімен қысқаратын болса, оны қысқартып жіберіп, қалған нәрселер, мысалы мына жақта бір қалды, мына жақта да бір қалды, бірді д-ға көбейтеміз д, б-ны бірге көбейтеміз б. Осылай жасаймыз. Төртінші қасиет: енді дәрежеге шығару қасиеті бойынша, егер алгебралық бөлшектің сыртында дәрежесі болып тұратын болса, онда мына жақтағы дәрежені, егер а-ның дәрежесі n болса, б-ның дәрежесі n болса, онда дәрежені дәрежеге көбейтіп жібереміз. Сонда а n дәреже көбейтілген m дәреже бөлінген б n дәреже көбейтілген m дәреже. Осындай қасиеттерге байланысты және сабақтың барысында тағы да формулаларды сіздерге көрсететін боламын. Жалпы осы 4 қасиет бойынша есептерімізді шығарамыз. Ал кеттік. Бірінші есеп, 40-та бірінші есеп, 3xy азайтылған 2y 5x квадрат бөлшегін екі бөлшек рационал өрнектің көбейтіндісі немесе бөліндісі түрінде көрсетіңдер деді. Ең алдымен бұл жақта көбейтінді немесе бөлінді түрінде көрсету үшін, ең алдымен осы алымындағы бөлшектегі өрнектің ортақ көбеткішін жақша сыртына шығарамыз. Яғни y-ті жақшаның сыртына шығарайық мына жақта. Сонда жақша ішінде 3x азайтылған 2 қалды. Енді осыны көбейтінді түрінде жазатын болсақ, y бөлінген 5 көбейтілген x көбейтілген бөлек бөлшек ретінде жазамыз. Мына жақта не қалды бізде? 3x азайтылған 2 бөлінген x. Яғни 5x квадратты 5x көбейтілген x деп жазсақ болады. Енді бұл жақта есептің жауабында бөлінді түрінде көрсеткен, сондықтан бізде осылай қалдырсақ та есеп жауабы қате емес, бұлай жазсақ та есептің жауабы қате емес. Яғни бірінші бөлшекті тиіспейміз, бірінші бөлшек дәл осылай қалады. Көбейтінді орнына бөлуді жазамыз да, алымын бөліміне, бөлімін алымына керісінше тиісті етіп осылай жазамыз. Келесі үшінші есеп: 3xy куб қосылған 12y бөлінген 5x квадрат а. Бұны көбейтінді түрінде жасайық. Енді бұл жақта қарап тұрсақ, бізде 3xy куб пен 12y-ның ортақ көбейткіші ол 3y. Соны жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде xy квадрат қосылған 4 қалады. Енді мына жақтағы x квадратты x көбейтілген x десек, оны бөлшектің екінші бөлшекке жібереміз. Сонда бірінші бөлшекте бізде не қалады? 3y қалады, 3ax қалады. Екінші бөлшекте бізде мынау xy квадрат қосылған 4 бөлінген x. Яғни есебіміздің жауабымызды осылай қалдырсақ болады. Немесе бірінші есептегідей бөлінді түрінде жазсақ болады. Баласыздар, сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырасыздар. Көбейту амалын орындаңдар. Екінші есеп: 5a бөлінген 8y көбейтілген 7 бөлінген 10. Бірінші қасиет бойынша біз алымын алымына, бөлімін бөліміне көбейтеміз. Бірақ бізде мына жақта 5 пен 10 екеуі бірдей 5-ке бөлінеді. 5-ті 10-ға бөлеміз. 5-ке бөлеміз. Мына жақта 1 қалады. 10-ды 5-ке бөлеміз. Мына жақта 2 қалады. Сонда 2 көбейтілген 8 ол бізде 16y, 1a көбейтілген 7 ол 7a болады. Төртіншісі 12x-тің 5 дәрежесі бөлінген 25 көбейтілген 15 бөлінген 8x квадрат. Бұл жақта менде 12 мен 8 екеуі де бірдей 2-ге бөлінеді. Сондықтан 12-ні
жоқ 4-ке бөлінеді. 12-ні 4-ке бөлем 3, 8-ді 4-ке бөлем 2. 25 пен 15 бізде 5-ке бөлінеді. 25 5-ке бөлем 5, 15-ді 5-ке бөлем 3 қалады. Ал мына жақта x-тің 5 дәрежесін x-тің квадратына бөліп жіберсек, мынандай жаңағы формула бар. 7-ші сынып 1-ші тоқсанда шығарылған. А-ның n дәрежесі бөлінген А-ның m дәрежесі болса, онда дәрежелер бір-бірінен азайтылады деген. Яғни 5-тен 2-ні азайтсақ, x-тің 3 дәрежесі қалады. Сонда бізде не қалды? 3 көбейтілген 3, яғни 9, x-тің 3 дәрежесі бөлінген 5 көбейтілген 2, ол 10. Есептің жауабы осылай болады. 6-шысы. 6-шысы 3x бөлінген 4 көбейтілген 1 бөлінген x. Бұл есеп оп-оңай. X пен x-ті қысқарта саламыз. 4-тен 3 болады есептің жауабы. Келесі 8-шісі. 16x-тің 5 дәрежесі бөлінген 35 көбейтілген 5 бөлінген 8x-тің кубы. 16 мен 8 бізде 8-ге бөлінеді. 16-ны 8-ге бөлсек 2, 35 5-ге бөлінеді 7 болады. Сонда 7-тен 2, ал x-тің 5 дәрежесінен x-тің 3 дәрежесін бөліп жерсек, мынау қасиетке қарап, онда x-тің 2 дәрежесі алымында қалады. Так, көрініп тұр ма? 10-шы есеп қайда кетті? Міне 10-шы есеп. 10-шы есеп 9 бөлінген 2а көбейтілген 5а бөлінген 3. 9-ды 3-ке бөлемін 3. 2а-ны 5а мен а-ны қысқартамын. 1 қалады. Онда не қалды? 3 көбейтілген 5 бізде 15. 2 так, а мен қысқарт 15 бөлінген 2 қалды. Келесі 12-ші есеп 3 бөлінген 4а-ның кубы көбейтілген 16а квадрат бөлінген 9. Бұл жақта 3 пен 9 3-ке бөлінеді 3 болады, 16 4-ке бөлінеді 4 қалады. А-ның кубы а-ның квадрат екеу қысқарады, а қалады. Сонда мына жақта 4 бөлінген 3 а-ның 1 дәрежесі қалып тұр. Есептің жауабы осылай. Соңғы 14-ші есеп 15 3аб көбейтілген 12б куб бөлінген 3. Бұл жақта 15 3-ке бөлемін 5, 3 пен 12-ні қысқартамын 4 қалады. А қысқармайды, б мен б куб пен б-ны қысқартамын, б-ның квадраты қалады. Сонда 5 көбейтілген 4 20б квадрат бөлінген а қалды. 43-ші есеп енді бөлу амалдарын орындаңдар. Бөлу амалын орындағанда бағанағы бірінші қасиетке қарап шығарамыз, екінші қасиетке қарап шығарамыз, яғни бірінші бөлшегімізді тиіспейміз, екінші бөлшегіміздің орнын ауыстырамыз, алымын алымына, алымын бөліміне, бөлімін алымына керісінше ауыстырып жібереміз. Сонда есептің берілгені бойынша 35x-тің 5 дәрежесі көбейтілген y көбейтілген, бөлу көбейтуге ауысып кетеді. 7x-тің кубы бөліміне кетеді, 34 алымына кетеді. Сонда 35 пен 7 қысқарады. Сонда бізде бірінші бөлшек ол алымында тұр деген сөз. Мұның бөлімі 1-ге тең. 35 пен 7 қысқарады 5-ке. X-тің 5 пен x-тің 3 дәрежесі қысқарады, x-тің квадраты қалады. Сонда есептің жауабы 5 көбейтілген 4 170 x квадрат y қалады. Түсінікті болса түсінікті деп жазамыз. Үшінші есеп 3аб бөлінген 4xy бөлінген 12, жақшаның ішінде минус 12а квадрат б бөлінген 10x квадрат y. Бұл жақта да бірінші бөлшегімізді тиіспейміз, мынаның таңбасы минус болып тұр. Екінші бөлшегіміздің төңкеріп тастаймыз, 12а квадрат б бөліміне барады, 10x квадрат y алымына барады. Сонда 3 пен 12-ні қысқартамыз, 4 қалады, 10 мен 4-ті қысқартамыз, 2-ге қысқартамыз, 2 мына жақта 5 қалады. аб мен аб-ны қысқартамыз, мына жақта а-ның 1 дәрежесі қалады. x-ті қысқартамыз, x-тің 1 дәрежесі қалады. y-ті қысқартамыз, ешнеге қалмайды. Сонда қалады минус 5x бөлінген 8а қалып тұр. Келесі 5-ші есеп минус 9y квадрат бөлінген 20x куб бөлінген y куб, y-дің 5 дәрежесі 16x.
16х. Бұл жақта да бірінші бөлшегімді тиіспейміз, екінші бөлшегіміз төңкереміз. 9y квадрат 20x куб көбейтілген 16х бөлінген y-тің 5 дәрежесі. Енді алдымен y квадрат пен y-тің 5 дәрежесін қысқартамын, y-тің 3 дәрежесі қалады. 16 мен 20 екеуі де 4-ке бөлінеді, мына жақта 5 қалады. Мына жақта 4 қалады. X-тің 3 дәрежесінен x-тің 1 дәрежесін бөліп тастасақ, x-тің квадраты қалады. Сонда қалды минус 36 бөлінген 5x квадрат y-тің кубы. Жетіншісі, минус 8c бөлінген 21d квадрат бөлінген 6c квадрат бөлінген 7d. Бұл жақта да есебіміздің алымын бірінші бөлшегін тиіспейміз, бірінші бөлшегін дәл осылай көшіріп жазамыз, екінші бөлшегін орындарын ауыстырамыз. Сонда 7d бөлінген 6c квадрат. 8 бен 6-ны қысқартамын, 2-ге қысқартамын, сонда 4 қалады, мына жақта 3 қалады. 21-ді 7-ге бөлемін, 3 қалады. d-ның квадратын d-ға бөліп тастаймын, d қалады. c-ның квадратын c-ға бөлемін, мына жақта c қалады. Сонда минус 4, 9c көбейтілген d қалып тұр. Есептің жауабы. 9-шы есеп минус 18c-ның 4 дәрежесі бөлінген 7d бөлінген минус 9c квадрат d. Енді оқушылар мұна есімізге түсіреміз. Егер теріс таңбалы санға бөлініп тұрса, немесе көбейтіліп тұрса, нәтижесінде 10 таңбалы сан болады деген. Сол ережеге сәйкес, мына жақта минус пен минус көбейтіліп кетеді да, есептің жауабы плюс болады. Енді бағанағы екінші ережеге саламыз. 18c-ның 4 дәрежесі бөлінген 7d орнында қалады. Екінші бөлшегіміздің орнын ауыстырамыз, яғни алымы бөліміне, бөлімі алымына барады. Сонда 18c-ның 4 дәрежесі бөлінген 7d көбейтілген 1 бөлінген 9c-ның квадраты. c-ның 4 дәрежесін c-ның квадратына бөліп тастаймыз, c квадрат қалады. 18-ді 9-ға бөлеміз, 2 қалады. Сонда есептің жауабы 2c квадрат бөлінген 7d квадрат болады. Соңғы 11-ші есеп 3x бөлінген 10a куб бөлінген 1 бөлінген 5a квадрат. Есебіміздің берілгені бойынша алымы бірінші бөлшек орнында қалады, екінші бөлшектің орнын ауыстырамыз. Сонда 5 пен 10 қысқарып кетеді, мына жақта 2 қалады. a куб пен a квадрат қысқарып кетеді, a қалады. Сонда есептің жауабы 3x бөлінген 2a. Осымен оқушылар 40-та 1 және 40-та 2-ші есептердің барлығын жұптарын немесе тақтарын шығардық. Және 40-та 3-ші есепті шығардық. Келесі сабақта қалған есептердің жауаптары шығатын болады. 40-та 4, 40-та 5, 46, 47, 48, 49 есептер шығатын болады. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, жаңа сабақтарымды жіберіп алмас үшін. Сау болыңыздар.